Үйден саяжайға дейін автобуспен, электричкамен немесе маршрут таксимен жетуге болады. Кестеде жолдың әрбір бөлігі үшін кететін уақыт көрсетілген. Жолға кететін ең аз уақытты табыңдар. Бірінші, автобус. Үйден автобус аялдамасына дейін 20 минут. Автобус жолда 2 сағат 20 минут. Автобус аялдамасынан саяжайға дейін 10 минут. Электричкаға жұмсалатын уақыттар: үйден темір жол станциясына дейін 15 минут. Электричка жолда 1 сағат 40 минут жүреді. Станциядан саяжайға дейін жаяу 50 минут. Үшінші, маршрут такси. Үйден маршрут таксидің аялдамасына дейін 15 минут. Маршрутта жолда 1 сағат 25 минут. Маршрут такси аялдамасынан саяжайға дейін 75 минут. Ал енді мына жерде автобус. Үйден автобусқа дейін 20 минут дейді. 20 минутқа 2 сағат 20 минутты қосамыз. Оған қосамыз 10 минутты. Минуттар есептеледі. 10 минут, 20 минут, 20 минут, 50 минут. 50 минутты жазып қояйық. Сағат, бір ғана 2 сағат бар екен. 2 сағаттың өзін жазып қоямыз. Сонда 2 сағат 50 минут автобусқа жұмсайтын уақыт. Электричканы есептейік. Үйден темір жол станциясына дейін 15 минут екен. 1 сағат 40 минут екен. Станциядан саяжайға дейінгі жаяу жүретін уақыт 50 минут екен. Қосайық минуттарды. 50 минут, 40 минут, 90 минут. 90 минут, 90-ға 15-ті қоссақ 105 минут. 105 минут. Яғни бізде 60 минутымыз 1 сағат. Біз 105-тен 60-ты азайтып тастаймыз, 45 минут. 1 сағатымыз ойда тұрады. Мұнда 1 сағатымыз бар. Ойдағы 1 сағатпенен 2 сағат болады. Келесі, үшінші, маршрут таксидің уақытын есептейік. 15 минут. 1 сағат 25 минут. 75 минут. Қосайық барлығын. 15 минут, 25 минут, 40 минут, 40 минутқа 75 минутты қосайық. Сонда 115 минут. 115 минутты 1 сағаттан азайтып тастағанда 55 минут. 1 сағат ойда. 1 сағатында сомен 2 сағат. Үнемдейтін уақытты көрейік. Ең азы үнемделген уақыт. Яғни электричкамен жүрген уақыт үнемделеді екен. Сонда біз барлығы минут арқылы беріп тұр, нұсқалардың барлығы. Сондықтан біз минутқа айналдырамыз. 2 сағатта қанша минут бар? 120 минуттар. 120 минутқа 45 минутты қосамыз. 165 минут. Міне балалар, сағатқа берілген тапсырмаларды осылай орындаймыз.